көрермен, эфирде жаңа жоба ашық әңгіме бағдарламаның ең алғашқы қонағы Мұнайлы ауданының әкімі Ержан Күмісқалиев. Мінекей мен Мұнайлы ауданы әкімдігінің алдында тұрмын. Ендеше жуырда ғана тағайындалған жаңа басшымен танысайық, ашық әңгіме құрайық. Сіздермен бірге мен Әйгерім Ашықбаева, кеттік. Саламатсыз, Ержан Көпжасарұлы. Саламатсыз, Әйгерім. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Үлкен рахмет сізге. Ашық әңгімеге дайынсыз ба? Дайынмын. Енді жуырда ғана орынбасарлықтан әкімдікке тағайындалдыңыз. Бұл сіздің арманыңыздың орындалғаны ма, әлде керісінше аяғыңызға тұсау салынғаны ма? Енді арман деп айта алмаймын, бірақ енді мемлекет қызметте болғасын, мемлекет қызметтің бір принципі ол мансаптық. Мансапқа өту, мансапқа жету. Бас маман болып басқармадан бастадық, осы кездерде ойлайтын едік, әкімдер сияқты осы халықтың ішінде жұмысқа араласып жүрсем, әрине ондай ой болды. Бұл үлкен жауапкершілік бірінші кезекте. Бізге артылып отқан сенім, облыс басшының және халықтың тарапынан берген үлкен сенім, соны ақтауымыз керек. Қандай жүк болса, сол жүкті арқалап отыр. Қазір таңда жұмыс үлкен, міндет ауқымды. Осы жаңалықты естігенде, сіз әкім болдыңыз дегенде ең бірінші қуанған адамыңыз кім? Ең бірінші қуанған адам мен ана. Әкім болу мәселесі де ешкім хабары болған жоқ. Ресми түрде айтқаны емеспін, тек қана сол әке-шешемнің батасын алдым. Бар. Сол кезде анам жылап құшақтап өз батасын берген әкеммен бірге. Әкем енді өте салмақты. Сауыққанда ол қарап тұрды тек. Енді өзіңіз білесіз, Мұнайлы ауданы демографиялық көрсеткіші ең жоғары. Мәселе ауданда шаш етектен тұрғындардың әлеуметтік желідегі күн сайын жазатын шағымдарынан жақсы хабардар шығарсыз. Енді әкім болып кірістіңіз, қай мәселені ең бірінші шешуді қолға аласыз? Дұрыс айтып отырсыз, Әйгерім, келіп жатқан азаматтар табиғи туу көрсеткіште бізде 5.000-ға дейін нәрестелер туылып жатады. Келгенім бойы мен тазалық деп мәселені қойдым. Аудан таза болу керек. Санитарлық жағдайы өте жоғары деңгейде болу керек. Тазалықтың да екінші мағынасы болды. Ішкіде және сыртқы тазалық. Өзіміз мемлекет қызметте жүргесін, басқа бюджеттік мекемелерде жүргесін, халыққа қызмет көрсететін барлық мекемелер таза болу керек. Сырты да, іші де. Тазалық, санитарлық жұмыстары бәсекелестік салаға берілгесін. Қазір таңда кішкентай мәселелерде болып жатыр. Бірақ оған қарамастан біздің әріптестеріміз, ауыл әкімдері өздерінен де айттым, сондай тапсырма болды. Күніне кемінде 2 сағат көше бойы жүреді. Сол халықтың тіршілігін өз көзімен көріп, сондай жұмыстарды атқарып отырады. Және де атқарған жұмыстарды бір тасты да осы жерден басқа жерге қойса да, сол әлеуметтік желіге шығарып отыру керек. Ашықтық біздің басты қағидамыз. Ашықтық, заңның үстемділігі және тәртіп. Осы үшеуін ұстасақ, біздер жақсы көрсеткішке жетеміз деп ойлаймыз. Сіздің әлеуметтік желідегі парақшаларыңызды Мұнайлы әкімдігінің қарап шыққан болатын. Енді бірнеше жиын өткізіп үлгеріпсіз. Әртүрлі жиналыстар. Енді жаңада біз сізді жиналыс ауыл әкімдерімен өткізіп жатқаннан кейін сәл күтіңкіреп қалдық. Енді президент наурызда айтқандай, халық пен әкімдер ашық болу керек. Жаңа өзіңіз де айтып өттіңіз. Яғни аудан әкімдері, қала әкімдері кемінде халықпен жылына 4 рет кездесу керек деп айтқан болады. Яғни енді сіз жиналысты алдағы уақытта сәл азайтып, керісінше халықпен арасына шығу, елді мекендерді аралау, сол жоспарыңызға ене ма? Ескертуіңіз өте дұрыс, Әйгерім. Бұл қабылданады. Алдағы біздердің атқаратын жұмыстарымызды, бағыт-бағыттарымызды белгілеу үшін мен жиналысты ұйымдастыруым өте қазір қажет. Сондықтан кейін әр салаға байланысты бір жиналысты өткізуіміз қажет. Ауыл елді мекендерден барып, көшелерді аралаймын. Өзімде жүремін, тұрғындармен де кездесемін. Қандай мәселе болсын, қолымнан келгенше барлық жұмыстарды атқаратын боламыз. Жаңа ғана өзіңіз айттыңыз, елді мекендерді аралаймын. Сізбен елді мекенді аралап шықсақ, кеттік енді дайынсыз ба? Мұнайлылықтар, жалпы облыс тұрғындары сіз туралы жақын білгісі келетін шығар.
Енді жеке басыңызға қатысты сұрақ қойсам, 3 өзіңіздің балаңыз бар. Енді олар үлкені мектепте оқиды, кішісі балабақшаға барады. Мемлекеттік әрі қазақ тілді мектепке және балабақшаға бара ма? Жалпы сіз өзі үш тілділікті қолдайсыз ба, әлде бала қазақ тілінде тәрбиелену керек деген пікірге қосыласыз ба? Жалпы бала жан-жақты болу керек. Ол бір тіл, екі тіл, үш тіл деп шектелуге болмайды ешқандай. Бала неғұрлым қанша көп тіл білсе, сонша жан-жақты дамыған тұлға болып өседі. Әрине енді өзің ұлтың қазақ болғасын, мемлекеттік тіл қазақ тілін бірінші кезекте білуің керек. Балдарына бәрі қазақ тілінде судай ғой. Сіз айтып отырасыз ба, үнемі? Мысалы, тәртібін сақта, дұрыс жүр, енді әкеңе кір келтірме деген сияқты. Негізі мен балдар білмейді қандай жұмыста жүрген. Қандай шаршасам да сол келемде кешке асым ішіп балалармен ойнауға тырысамын. Бұл вокзалды алдағы уақытта үлкейту керек пе, әлде қаладан жаңасын ашу керек пе? Көріп шығайық енді. Қорытынды жиналыста да тұрғындар айтқан, сол мәселені көтерген. Жақын арада болады деп айта алмаймын. Себебі бұған қомақты үлкен қаражат керек. Бұған инвестор керек. Инвестор іздеп көрмедіңіздер ме? Инвестормен сөйлесіп жатырмыз қазір таңда. Әртүрлі презентация дайындап жатырмыз соған байланысты. Енді мына жерде, осы жерде вокзалды қалдыратын болсақ, мына сол жағымызда ғимараттар бар. Баяғы ескі, бір қабатты. Соның бәрін құлатып, соның орнына заманауи ғимарат салуға болады. Мынаны кеңейтуге болады. Сонда вокзалдың алдында ескі үйлер бар. Сонда бір тұрғындарға ұсыныс жасап, басқа жаққа көшіріп, онда үлкейтуге болады. Ол бір варианттың бірі. Екіншісі Ақтау қаласында, үшіншісі Боржақты жерінде де бір ойластырған, құрықтың маңында. Төртіншісі мына жерде Баяндың аржағында Тамақ деген жеріміз бар, бір ыңғайлы. Сол жерде станциясы бар. Сол жаққа өткіземіз. Сіз өзіңіз мұнайлының әкімі ретінде тағайындалдыңыз. Мүмкін жаңа вокзал салып, алдағы уақытта инвестор тартып, осы вокзал салған әкім деген атаққа ие болғыңыз келмей ме? Жалпы әкімде әрине ой болады ғой, ізім қалдырсам ба деп. Халық айтады ғой ертең, мынау Ержан деген вокзал салып кетіпті, немесе тағы бірдеңе салып кетіпті. Мен оны үлкейтем, былай жасайым деп, оны қазір біз айта алмаймыз. Себебі қазір таңда халыққа бірінші кезекте керек мәселелерді шешуіміз керек. Соның үшін мен ірі мега жобаларды іске асырам деп айта алмаймын. Қазақтың қамын жемеген, нанын да жемесін демекші. Енді қазіргі Мұнайлыдағы ең көзге сүйелдей болып көрініп тұрған мәселенің бірі бұл ауыз су тапшылығы. Сіз білесіз. Әсіресе Басқұдық, Қызылтөбе ауылдары ауыз судың жазда жетпегеннен апталап сусыз отыратын күндері болады. Осы мәселені шешуге қандай ден қойып жатырсыз? Қазірдің өзінде күн ысытпай мәселеміз шығып жатыр. Мұнайлы ауданына Каспий су тұщыту заводы қызмет көрсетеді. Ол қазір таңда 20 мың күніне 20 мың су текше метр шығарады. Оның 11-12 мыңын Мұнайлы ауданына жібереді. 100% үздіксіз сумен қамтамасыз ету үшін 30-35 мың су текше метр керек. Қазір біз 3-тің бірін алып отырмыз. Сондықтан да әрине халықтың арасында әртүрлі наразылықтар мәселелері туындап жатыр. Каспий су тұщыту заводы жылдың аяғына дейін 40 мыңға көбейеді. Вот сол кезде біздерде судың мәселесі біртіндеп шешіп жатыр. Жеке водовоздар бар, соның бәрін жалдап 70 водовозға шығарыламыз. Жеке сектордан водовозды жалдап, одан да көлемін арттырамыз. Ержан Көпжасарұлы, енді өзіңіз білесіз, әр ауылдың айнасы асфальт жолдар ғой. Енді Мұнайлыдағы асфальт жолдардың мәселесі туралы айтсаңыз, енді ең көп шағым түсетін бұл Басқұдық ауылы. Енді Басқұдық ауылынан бөлек дәл қазір Маңғыстау 4 пен Маңғыстау 3 ауылының арасындағы асфальт жол кеңейтіліп жатыр. Тұрғындардан жөндеу жұмыстар ұзаққа созылып кетті. Бізге қиындық тудырып жатыр дейді. Енді бұл жол қашан бітеді? Енді Жаңаөзен, Жетібай, Шетпе бағытынан қарай облыс орталығына кіру мақсатында жол кептеліс көп. Соған орай осындай Басқұдықтан Маңғыстау 17 постқа дейін жолды кеңейту шешім қабылданды. Енді қазір таңда қаражаттары толықтай бөлініп жатыр. Енді Адай базадан осы Маңғышлаққа дейін біздер осы мамыр айының аяғында аяқтауымыз керек.
Сосын содан кейін біздер адай базадан Басқұдыққа көшеміз. Неше шақырым сонда ұзартылады? Сонда барлығы 10 шақырым. 10 шақырым. Соны біздер осы биыл бітіруіміз керек. 600-ден үстін шақырым жолдарымыз бар. Соның тек қана 40% асфальттанған. Кез келген мұнайлы ауданы ауылдарына кірсеңіз, асфальт жоқ деп айтуға болады. Ең бір жақсы асфальты бар ауыл деп Баяндан айта аламыз. 90% асфальты бар деп айтуға болатын жалғыз ауылымыз. Қалғандарында ондай жоқ. Өкінішке орай. Ендеше бірақ кезең-кезеңмен мәселені шешіп келе жатырмыз. Өткен жыл 7 шақырым асфальт төселді. Басқұдық ауылына 5 шақырым, Баянды ауылына 2 шақырым. Қалғандарына енді қазір біз жобалық смета құжаттамасын дайындап жатырмыз. Басқұдық 51 шақырым бар, және Атамекен ауылының 38 шақырымын қазір құжаттамасын дайындап жатырмыз. Өзіңіз білесіздер, тар-тар көшелер, баяғы саяжайлар, жауын шашын болса, балшық болып кетеді, балдар шыға алмайды деген сияқты сондай шағымдар өте көп. Мына Басқұдықтың көпірі бар ғой. Сол көпірден автоцонға дейін айналма жол жасалып жатыр. Соның 4-3 шақырымы қазір таңда конкурсы бітіп, МКДСМ деген компания мердігер анықталды. Оны қазір жылдың аяғына дейін аяқтауымыз керек. Нақты бір сіздің осы мәселені шешем деген қандай проблемаларды айтып өтесіз? Контейнерді қоймай, одан да мына сигнальный метод деген бар. Сол жерден сол тұрғын үйінің алдына кестеге сәйкес, мысалы 3-ші күн үйінің алдына шығарып қойып, бір қорап қоқысын, соны көлікпен алып кетеді. Америка құрама штатындарда үйінің алдына қойып қойды ғой. Сөйтіп алып кетеді. Дәл сондай жағдай. Бізде де соны істеуіміз керек. Қалаға тиіп тұрған аудан, алайда енді әр ауданның өзінің сауда орталықтары, жаңағы спорт орталықтары, мәдениет орталықтары, жастар жиналатын орын болғаны дұрыс. Енді қазір Мұнайлының шын айтқанда жастар жиналатындай бір орталық жоқ сияқты Мұнайлыда. Оны шын айту керек, жоқ, шынымен де жоқ. Сауда орталықтарымыз бар. Супермаркетіміз бар, гипермаркетіміз бар. Бірақ көңіл көтеретін ойын-сауық орталығы жоқ. Ол жоқ, әрине. Ол да енді инвесторлармен де жұмыс жасауымыз керек. Мысалы, мына оң жағыңызда да салынып жатқан жер телімін көрсеңіздер, ол да кезінде жоспар бойынша сондай бір ойын-сауық, сауда орталығы болуы керек. Бірақ инвестор қаражаты шамалы болғасын, жай-жайдан жұмысын жасап отыр. Кәсіпкерлікті қолдау мақсатында, әсіресе жұмыссыз жастарды тарту мақсатында бас архитекторымыз ауылдық елді мекендерде халықтың көп жүретін орындарда, сондай орындарда петноларды шығарып жатыр. Оны шығарғасын біздер мәслихат депутаттарын қолдауымен бекітіп, ары қарай жұмыссыз жастарға үйлестіруге байқау арқылы өздерінің бизнес презентациясын алып келеді, соған қарай оны үйлестіруге мүмкіндігін қараймыз. Ержан Көпжасарұлы, бағдарламаның соңында енді сізге қысқа әрі нұсқа сұрақтар қойсам деп едім. Енді бір жағынан бұл экспресс-тест. Енді қалай ойлайсыз? Жаңа Қазақстан биліктегілер үшін жаңа белес па, әлде халық үшін жаңа үміт па? Жаңа Қазақстан ол бәріміз үшін үлкен мүмкіндік. Жаңа Қазақстанда бай жастар ма, әлде білімді жастар ма? Негіз бай деген сөздерді көп ұнатпаймын өзім. Білмеймін не үшін екенін. Білімді жастар. Меншігіңізде жер үй бар ма? Жер үй жоқ. Жер үй кезінде ата-аналарға үшін үй салынды. Көлік бар. Мұғалім ба, әлде мемлекеттік қызметкер ма? Мұғалім. Адамдар бір-бірін пайдалану үшін араласады. Келсем, иә. Пайдаланғанда жақсы пейғылмен ғой. Сіз өзіңіз жасырмай, бүкпесіз сырды кімге айтасыз? Ондай адам жоқ сияқты. Кей адамдар өзінің жан досы ретінде жолдасын, жұбайын көреді. Яғни жұбайымен барлық жоспарын да, мақсатын да, ішкі ойын да бөліседі. Енді сіз қалай? Жолдасымды дос ретінде қабылдау, ол енді алдағы уақытта шығар деп ойлаймын. Қазір біздерде әлде қан қызу сияқты жастарымыз бар. Демек, өзіңізді жас санайсыз ба әлі? Иә. Жалпы неше жасқа дейін адам жас болып саналады?
Бұл заң бойынша 29 жасқа дейін, а бұлай енді 40-қа дейін, 50-ға дейін. Көңіліңіз 50-ге дейін жаспыз? Иә, 50-ге дейін жаспыз. Қолыңызға сиқырлы таяқ берсе, мүмкін алдағы уақытта облыс әкімі болып жатсаңыз, болмаса болашақта президент болып жатсаңыз, халық үшін не істер едіңіз? Жазушылар Федор Достоевский. Баланың әлемдегі барлық жақсылық баланың бір жасына тұрмайды. Жақсы деңгейде жалақы алу керек, өзіне ұнайтын жұмыста жүру керек. Вот соған жетуіміз керек. Мысалы, мен Ирландияда болдым. Халық келмейді ешқашан. Халыққа келетіндей мәселе шешпейді. Неге десеңіз, ол жерінде беріп қойған, тұрғын үйлерін бәрін беріп қойған. Бұл жерде халық не үшін келеді? Тек қана салық төлеу үшін келеді акиматтың. Демек, бұл мәселе. Бұл мәселе. Сондай болу керек. Сондай деңгейге жеткізіңіз енді. Бұйыртса Алла тағала. Бүгін ашық әңгіме айтып, бізбен сұхбаттасқаныңызға сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сізге сәттілік. Рахмет.